my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Қайырлы достар. Дәл қазір сағат 7-ден 29 минут кетті. Бүгін жексенбі. Адамдардың барлығы демалса да, біз демалмаймыз, себебі біз Бак студияның арнайы Бурабайдағы жер жаннаты, Қазақстанның Швейцариясы атанатын Бурабайда біз түсірілім алаңдамыз. Привет всем! С вами я, Назира, одна из моделей этого проекта. Мне очень понравился этот проект, так что всем девушкам, а может быть и даже парням, моделям, советую, чтобы вы обязательно попробовали подобный опыт, который провела сегодня я. Я уже не сплю вторую ночь, но это совсем меня не останавливает фотографироваться и дальше делать такие прекрасные снимки. Скоро будет фотоотчет, также видеоотчет, и я очень надеюсь, что вам понравится, ребята. Так что будьте в курсе всех новостей Bak Studio Productions. Сәлем достар, бүгін түсірілім, екінші күн. Шаршадық, есіміз кетті, шын айтсаң. Бірақ съемкалар жақсы өтіп жатыр, өз басыма ұнап жатыр. Мына жігіттер қыздарыма көптен көп рахмет, модель қыздарға рахмет, Жұлдызға отдельно рахмет. Меня зовут Жұлдыз, я визажист, гример, стилист, можно так назвать, этого проекта. Я очень рада, что я участвую в этом проекте. Спасибо огромное Баталу, что пригласил меня на этот проект. Мне очень интересен этот проект, работать в нем. Команда у нас очень сплоченная, дружная. Мы почти что второй день не спали, очень устали, но приятная усталость. Так что всем огромное спасибо за участие, за приглашение. Всем удачи! Кешеден бастап жүрміз. Енді әрине фотографтың жұмысы оңай емес. Оператордікі оңай емес, тоже бір тесікке қарап отырады. Көңілді де қуанышты өтті. Қанша уақыт жүрсек те шаршамай, міне осы жұмыстың қызуымен тоқтамай жүріп, табиғаттың әсемдігі өте сұлу. Ол да бір дем беріп қояды. Өте талантты жігіттер мен қыздар жұмыс атқарып жатыр. Әрқашан шаршамасын, талмасын. Позитивті энергия. Идеяларыңыз болса айтыңыздар. Біз әрқашанда сіздердің идеяларыңызды жүзеге асыруға дайынбыз. В 8 утра 27 июня. Локация мы находимся в Боровом. Мен осындай идеямды қолдап, арқау болып, жерге тастамай, соны іске асыруға бірден бір себепкер болған. Барлығына рахмет. Аттарын атап айтсам, визажист макияж жасаған Жұлдыз, модель қыздар Назира, Аяулым, видеографтар Фазыл, Ернат, фотограф Қуанышбек,
және де оның ассистенті Мейіржан. Барлықтарына мында бір алғыс. Всем мир.